үш топқа бөлініп отырсыздар, иә? Дәреже, квадрат және куб тобына бөлініп отырсыздар. Енді бастамасынан бұрын психологиялық дайындық өткен сабақты еске түсіріп алайық. Яғни learning up программасы бойынша. 36-дан 25 пи квадрат деген бола ма? Өте жауабы? Одан кейін 12-ден 5 куб квадрат бола ма астында ма? Болмайды ғой, парасы жоқ, иә? Одан кейін 2,9-дан 7 с квадрат. Солай жақсы. 16-дан 9 х квадрат. 4-ден 3 х квадрат. Барлығы дұрыс, жарайсыздар. Енді сабағымыздан келесісі топтық жұмыс, яғни киім ілгіш әдісі бойынша. Киім ілгіш әдісі бойынша енді бірінші екі өрнектің қосындысы мен айырымының кубы. Екі өрнектің қосындысы мен айырымының кубы, яғни мысал берілген, осымен жауабымен сәйкестендіресіздер есепті. Екінші екі өрнектің квадраттарын айырыммен қайсысы ол жауабы? Мынау ғой жауабын аласында бүйтіп біріктіресің астына. Барлығын 6 есептей астында біріктіріп тұру керек. Қыстырғышпен біріктіресіңдер астына. Ал кескіліктік 2 минут уақыт береді. Жауабы бар бәрінде. Мысалда жауабы. Иә, рецептпен қоясыздар. Бір есепті шығарғанда астына жауабы. Одан кейін келесізсе, одан кейін астына жауабы қыстырғышпен біріктіресіз. Солай біріктір. Жауабын да біріктір. Бірінші мына есеп па, мысалы, 4 квадрат жауабы қайсысы бұның? Қыстырғышпен біріктір былай. Жауабы қайсысы? 4 квадрат минус 5. Жауабы қайсысы? Иә, жауабы берді. Есеп беріп тұр, астында жауабы. Қыстырғышпен біріктір. Қыстырғышпен біріктір. Иә, дұрыс жауабысыздар. Бірігіп жұмыс жасаймыз. Дәреже болды. Есептің дұрыс емес дұрыстығын тексеріп қалған топтар бірін-бірін бағалаймыз. Бірін-бірін бағалаймыз. Бірінші Альхан айта ғой. Бұл жерде 3а кубы қосу в куб. Ол не формула? Одан екі өрнекті кубтарының айырымы мен қосындысының формуласы. Жауабы дұрыс. Біріншісінікі, екіншісінікі дұрыс, үшіншісінікі дұрыс. Демек, қай жауап берді? Барлығы дұрыс. Жақсы отыра қойыңыз. Әже келе қойық орнына. Келесі екінші топ келе қой. Келе қой, Даниял. Келе қой. Бірінші есепті қараймыз. Бірінші есеп. 4 минус 5 қанам кубы. Бірінші есеп дұрыс, екіншісі дұрыс, үшіншісі дұрыс. Іле қойық кеміргішке. Үшіншісі келе қой. Жеткізген. Екі өрнектің квадратын айырымы, екі өрнектің қосындысы мен айырмасының квадраты. Бірінші есебіңіз дұрыс, екінші есебіңіз дұрыс, үшінші есебіңіз дұрыс. Іле қойыңыз. Енді осыдан біздің бүгін өтетін тақырыбымыз қандай тақырып болады? Бүгінгі сабағымыз соңғы сабақ осы қысқаша көбейту формуласын бекіту, иә? 9-ы 2-ші ай 2022 жыл дәптерден жазамыз. Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз қысқаша көбейту формулалары. Оқу мақсаты қандай? Және сол қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану бағалау критерийі. Қысқаша көбейту формулалары дегенді жұптық жұмыс, яғни барлықтарыңызға тез есепте есебі беріледі, тез дәптерге орындай қойып. Бүгін жатысып жазыңыз ғой, тез орындай қойып, әркім жеке. Екі өрнектің қосындысы мен айырмасының кубы беріліп тұр сіздерге. Енді маған
Sultanbek Nesiye tekseniz ya. Endi bag'alay qo'yamiz deskriptor bo'yicha. Aha. 2-o'nlikning qo'shimchasining ko'pin Allah. durust holda 2 ball. Ya qo'shimchasini ayirmasdan do'stlarda 2 ball olib jaraysiz. Kelesi topda Nazim, Aminal bag'alay qo'yamiz. Aha. Shu yerda ya u qaysi yeko'rlikda qo'shimchasini kubini aniqlashni berdi. Biroq ayirmas tursa, deskriptor bo'yicha Aminal ishi bo'libdir. Bir oldu jaraysiz. Kelesi topda Bejan. Aha. Qasingizda Jumuzgim. Adilxon. Ya, bag'alamiz deskriptor bo'yicha. Adilxon 2-o'nlikning qo'shimchasining ko'pin durust topdi. Durust topdi ya. Ya'ni ayrimida durust topdi. Demak, 2 oldi olib turma deskriptor bo'yicha shu o'qish kelyapsiz. Kel. 2 topda. Kel. 3 topdan kel ya. Ha, gel ya yatra. Ha, kelyapti. Saytı. Qara. Ko'k, qizil. Aqlingizda formula turib. Men formulaning atog'ini aytaman. Sizga kim birinchi ko'rsaga so'rgan bir bor. Kespa. Yeko'rlikning kvadratlarini ayrima. Biroz Danieldan o'tguncha. Belgisiz birinchi belgilashni hisob tursiz. Ikkinchi formulamiz yeko'rlikning qo'shimchasining kubi. Qo'shimchasi kubi. Durust topdi. Ikkinchi Daniel durust topdi. O'tirmay janada. Yeko'pay yetkazganda bir o'pay jaraysiz o'tiramiz. O'tiramaymiz. Endi bizga kelesi topshirma bitta bo'lishimiz. Erkim jiddiy o'rinda 590 esibdan aşağı qo'yingizda. Deskriptor taxtada tur. Sizlar bag'alaysizlar deskriptor bo'yicha. Sultonbekni bag'alaysiz. Qo'llarimiz o'rnimizdan bo'g'ani qo'shib, qo'llarni ko'tara qo'ysa. Durust. Aha, jaraysiz. Durustdan qopda surishi bag'la topshirmasini o'rganamiz. Haydi, hadi işlere qo'yingizlar. Aha, men qopda surishi bag'la topshirmasini. Birinchida esa formulani aniqlagan. Aha, durust, bir ball. So'sin ikkinchisida ko'p mushel turida yozgan. Aha. Javobimizda yozgan ishtirok. Qancha yo'qmi? Ha, birinchi esebimda janaqa neni javobini to'liq aniqlagan, so'ngra 2 oldi. 2 ball berish jaraysiz o'tiramiz. Aha. Kelesi so'tlarimiz var va ya bir topdan bir so'tdim. Bir yal telefon. Topliq жұмыс bo'yicha. Aha, durust. Chiqardingizlarmi bizga? Kvadrat, kirdi. Endi boshlaymiz ketdi. Aytamiz. Aha. Qo'sil, topliq жұмыс, qo'sil. Topliq жұмыс, qo'slamiz. Kubda o'tiruvchi o'rin chiqdi. Kvadratda 3-o'rinda. Aha. Kvadratda birinchi keldi. Ikkinchi o'rinda kub to'pi, 3-o'rinda daraja. Aha. Kub to'pi birinchi o'ringa chiqdi. Kubda birinchi o'rin. Javob operatsiya bo'yicha tez kelgan o'quvchidan so'raymiz ya. Mana birinchi to'pdan turadi.
қосындысы. Аха, жарайсыздар. Кеттік. Келесі. Кім жауап береді екінші топтан? Назым. Екі өрнектің қосындысы. Екі өрнекті. Көктардың. Аха, кеттік. Келесі. Ала қояйық. Үйге тапсырма. Формулаларды жаттау, сөзжұмбақ немесе ребус құрастырып келу. Өзіңіз білесіз, осы қысқаша көбейту формулаларына байланысты үй тапсырмасы жаза аламыз. Формулаларды қайттан бір қайталаймыз, және де сөзжұмбақ немесе ребус құрастырып келу. Енді сабағымызды қорытындылайық, иә? Оқу мақсаты мана не болды? Оқу мақсатына жеттік па бүгін? Кім жауап береді? Жеттік па? Қалай дәлелдейміз? Дәлелі қандай жеткенімізді? Қысқаша көбейту формулаларын тақырыбын өтіп, сол қысқаша формула көбейту формулаларына есеп шығарып, соларды дұрыс шығардық. Барлығымыз дұрыс шығардық па? Қателескендер болды, бірақ біледі, иә? Қысқаша көбейту формулаларын біледі. Аха, жақсы. Оқу мақсаты бойынша дескриптор мен жұмыс жасадық па? Аха, оның дәлелі қайсысы? Жаңа бізге дейтін өзімізге тапсырма бергенде дискриптирмен істедік. Ол қалыптастырушы бағалы тапсырмасы жеке оқушыға беріледі. Сосын тақтаға шыққанда бағаладыңыз ба? Сұлтанбекті бағадық және